Тазша бала. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Олардың 3 баласы, 5 ешкісі бар екен. Бір күні үлкен баласы басқа жерден пайда кәсіп қылуға талап етіп, өзіне теген ешкісін сойып алып, етінен кемпір мен шалға бір түйір де берместен арқалап кетіпті. Келе жатып бір өнерші байдікіне кезігіпті. Бұл байға өнер үйренуге жалданыпты. Өнерші бай өте қатты жауыз адам екен. Ол жалданған жігітті бір сандыққа салып қойып, аштан өлтіріпті. Үйінде қалған ортаншы баласы бұл да өнер үйренбекке талап етіп, ол да ағасының кеткен жолмен кетіп, өнерші байға келіп жалданыпты. Өнерші бай оны да аштан өлтіріпті. Үшінші ұлы тазша бала о да ағаларындай өзіне теген екінші ешкісін сойып алып, жарды етін әке шешесіне беріп, олардан рұқсат алып жүріп кетіпті. Келе жатса бір қора қойға ұшырапты. Бір қора қойдың қойшысына жолығып сұраса, бұл қойлар өнерші байдікі екен. Қойшысы бір шал екен. Ол тазшадан сұрайды: «Балам, қайда барасың?» деп. Тазша бала жауап береді: «Өнер үйренуге барамын» деп. Сонда шал тұрып айтады: «Балам, бұл сөзіңді ешкімге айтпа, өзің өтірік айтпа» депті. Сонан соң бұл бала шалдың айтқаны рас екен деп ойлап, өнерші байға барыпты. Байдың үйіне қонып, ертең жүрейін деп жатқанда өнерші бай тазшадан сұрайды: «Балам, қайда барасың, жолың болсын» депті. Тазша бала жауап береді: «Мен өзім де ер баласы жоққа еншілес бала боламын» деп. Сонда өнерші айтады: «Балам, сен маған қал, бала бол, біздің бір ақ құнан қойды сойып, той қылып, асық жілігін етімен өзін жеп қоярсың, мен өзім жолаушы барамын» дейді де өзі жолына кетеді. Тазша бала: «Хош әке, жақсы бол» деп үйде қалады. Бұл өнерші байдың үйінде бір қызы бар екен. Қыз тазша балаға айтады: «Аға, сен асық жілікті өзің жемей, керегенің басына іліп қой. Сонда бір ақ тазы келіп жілікке ұмтылар. Сонда сен балтаны алып тазыны өлтір» дейді. Мұнан соң тазша бала аққұнан қойды сойып, той қылып, көршілерін шақырып, асық жілігін өзі жемей, қыздың айтқанын қылып, кереге басына іліп қойыпты. Айтқанындай ақ тазы келіп жілікке ұмтылыпты. Тазша балтамен жіберіп қалыпты. Бірақ балтасы тазыға тимей, ит қашып құтылып кетіпті. Өнерші бай үйіне қайтқан соң, тазша баланың мұндай істерді істегенін біліп, қатты ашу етіп, бұл итті аштан өлтірейін деп сандыққа салып қойыпты. Байдың бағанағы қызы әкесі жоқта сандықтың түбін тесіп, тамақ беріп, тазшаны тойындырып тұрыпты. Осы сандыққа жатып, байдан не түрлі сиқыр өнерін үйрене беріпті. Бірнеше күндер өткен соң, тазшаның өз әкесі балаларын іздеп шығып, өнерші байдікіне келіп сұрайды: «Бір тазша деген балам бар еді, соны көрдіңіз бе?» деп. Өнерші бай: «Көргенім жоқ» деп жауап береді. Бұлардың сөйлесіп тұрған сөздерін үйде сандықта жатқан тазша естіпті. Бай әлгідей дегенде тазша: «Әке, мен мұндамын» деп ішінен айқайлапты. Даусынан баласын танып, байдың сандығынан шығарып алып, тазша мен әкесі үйіне қайтыпты. Тазша жолай әкесіне айтады: «Әке, мен қара құнан қой болайын, мойныма жіп тағып жетектеп барып базарға сат, бірақ жібінді алып қал» дейді. Баласы сол жерде айтқанынша қара құнан қой болды да, әкесі мойнына жіп тағып базарға сатып ақшасын алып үйіне қайтады. Ертеңіне баласы өз қалпына түсіп келіп, әкесіне айтады: «Әке, мен қара жорға ат болайын, мені базар апарып сат, пұлымды ал, бірақ шылбырымды алып қал» депті. Баласы айтқанынша ат болып, әкесі базарға апарып сатып, шылбырын алып үйіне қайтты. Ертеңіне баласы тазша тағы өз қалпына түсіп, үйіне келіп, әкесіне айтады: «Әке, мен бір жез бұйдалы нар тайлақ болайын, сен мені базарға апарып сат та пұлымды ал, бірақ бұйдамды алып қалып үйіне қайта бер» деп айтады. Тазша айтқанынша тайлақ болып, әкесі базарға сатайын деп жетектеп келе жатса, алдынан баяғы өнерші бай шығыпты. Ол айтады: «Маған мынау тайлағынды сат» деп. Тазша әкесі айтыпты: «Тайлағымның бағасы 100 ділда» деп. Сонда өнерші бай олардың айласын біліп, жаман оймен тайлақты 100 ділдаға сатып алыпты. Үйіне жетектеп келіп, баяғы қызын шақырып алып, «Мынау тайлақты ұстай тұр» депті де, өзі пышақ алып шығып, тайлақты бауыздайын деп үйіне жүгіріп кетіпті. Қыз әкесінің жаман ниетін біліп, бұл да пышақ ала шыққан екен. Әкесі үйге кірген кезінде тайлақтың бұйдасын пышақпен қиып жіберіп, босатып қоя беріпті. Өнерші бай көре салып, үйіне қашып бара жатқан тайлақты қуыпты. Тазша сонда түлкі болып қашыпты. Өнерші бай тазы болып қуыпты.
Өнерші бай жете берген кезде тазша түлкіден үйрек болып ұшыпты. Бай онда қаршыға болып қуыпты. Біраздан соң тазша бала торғай болып қашыпты. Онда бай қырғи болып соңына түсіпті. Онан соң тазша торғай қалбына түсіп ұшып келіп шарбаққа қонып отырыпты. Бай қырғи болып келіп таяла бергенде тазша қорқып шүберек болып жерге түсіпті. Өнерші бай кісі болып келіп шүберекті қолына алайын депті. Тазша тары болып шашылыпты. Өнерші бай тауық болып шұқиын дегенде тазша мысық болыпты да тауық болып жүрген өнерпаз байдың желкесін қиып үнін өшіріпті. Сөйтіп оның қызын алып мұратына жетіпті.